Нұреке, осы мен бір нәрсені түсінбей жүрмін да. Нені бауырым? Мына тиктокқа кірсең ше, бәрі имам болып кеткен, бәрі бір құдайларды андай дейді, мынандай, менікі дұрыс, анау менікі дұрыс деп, мынандай, андай емес деп бір таласып жатады. Неге өйтеді олар? Бауырым, мен саған айтып түсіндірейін. Бұл ақыр сұрақ қапсын. Бұл әрбір адамның өзінің жүрегінде иманы. Біріншіден. Екіншіден, Құран кітаптарда жазылған, барлық кітаптар, біраз кітаптарда жазылған. Мысалға да, мұсылманның да, христиандардың да бәрінің кітаптарында жазылған былай деп. Ақыр заман келгенде Құдайыңды ұмыттырады, Құдайдың жолынан адастыратындар көбейеді деген. Бір көзді ібіліс түседі деген. Бір көзді ібіліс деген, мен саған айтып түсіндіріп айтайын. Оны көп адам білмейді, кәні өтірік, ол бір көзді ібіліс деген деп сенбейді. Ол бір көзді ібіліс дегеніміз, мынау өзіміз ұстап жүрген телефон. Осы телефонға қараймыз, әртүрлі ойға кетеміз, әртүрлі нәрселерді көреміз. Адам содан бұзылады, адам өзі не қылады, жаңағы айниды адам. Адамгершіліктен, туыс бауырдан деген мүлдем жұрдай болады. Туыс бауырларға уақыт бөлуге уақыттары жоқ. Сол телефонды бір 5-10 минут ашып қарамаса, сонсыз өмір сүре алмайтындай тұрады. Қазір адамдарында, мысалға, бір көзді ібіліс деген сол адамның бәл өзіне қаратып алған. Ендігі мәселе айтатыным, Құдайдың жолынан тайдырып жатқан осы. Неге дегенде, бұл жерде әрбірі өзінің білгіштеніп сөзін айтып шығады. Мынау ондай емес, мынау андай, мынау мынандай деп. Неге? Өйткені олар әрқайсының жүрегіне не отырып алған өзіңді сезіп тұрған шығарсың. Сол үшін қазір біз айтқан сөздерді ол дұрыс емес қылып шығарады да, олар өздерінікін дұрыс қылып шығарады. Мейлі, ол Құдайда айтқан, мен сөзімді ешкіммен теңестірме, ешкіммен салыстырма, ешкіммен таласпа деп сөзді деп. Ең бастысы, әрбір адамның өзінің жүрегінде иманы болса болды. Ол жұрт анау дейді, мынау дейді, сенікі дұрыс емес, менікі дұрыс емес, Құран кітапта не жазылған, маған айтып берсе, анау мынау өлгенде не болады, анау болады деп таласып тұрып жататындар көп, дұрыс па? Имандарыңды мысалға ол дүниеге барып келгенде айтады. Ойбай, ана жақта үй соғып бер, ойбай, мынандай жәннатта боласың, мынандай ана жақта боласың. Енді оның бәрін бір Алла біледі, біз оны білмейміз. Не болады мына жақта? Әйтеуір, бұл өмірге келгеннен кейін ең бастысы жүрегімізден иманымызды кетірмей, сізбіздігімізді кетірмей, ағайындарымыздан бас тартпай, жора жолдастан бас тартпай, оларға да уақыт бөліп тұру керек. Неге? Бұл өмір қамыстың сабындай қысқа. Сол үшін бұл өмірде көрісіп, білісіп қалмасақ, ертең ақыретте кездесе аламыз ба, кездесе алмаймыз ба, бір Алла біледі. Сол үшін бұл өмірде сыйласып өткеніміз дұрыс, бауырым. Сондықтан мен саған айтарым, ең бастысы өзіңнің жүрегіңдегі иманыңды жоғалтпа. Кім не десе ол дей берсін. Ол енді әркімнің өзінің ойын сен туралай алмайсың, олардың саналарын сен туралай алмайсың. Бір Алла тураланбаса, басқа ешкім туралай алмайды оны. Сол үшін бәрімізді құртып отқан осы бір көзді мына ібіліс деген осы телефон. Сол құртып отыр. Сол үшін ағайындар, туыс бауырларымызды да ұмытпай, оларға да көңіл бөліп, бала шағамызға көңіл бөліп, бұл өмірде дос жораларымызбен де сізбіздесіп, бас қосып, жолығып, кездесіп, не қылып отырайық. Тек қана мына телефоннан қалайсың, анау мынау деген, оның бәрі өткінші нәрсе. Сол үшін көзіміз тіріде әрбір адаммен жолығып, ұшырасып, кездесіп жүрейік. Әрбір соларға уақыт бөліп, осы тек телефоннан көз алмай жүрмейік. Ол өмірде, ақыретте кездесе аласыңдар ма, кездесе алмайсыңдар ма, оны бір Алла біледі. Сол үшін осы өмірде сыйласып, сізбіздесіп өтіңдер, ағайындар.
Нұреке, әдемі айттыңыз, дұрыс айттыңыз. Рахмет, Алла разы болсын сізге. Мен жүрегім иман ұяттыз. Рахмет сізге, Алла разы болсын. Жоқ, сенің жүрегің иман, мен жатқан жоқпын. Оны әрбір жүрегіңе иман салатын бір Алла. Сол үшін жүрегімізден иманымызды кетірмей, көзіміз тіріде, сіз біздесіп, араласып, көз бетпе-бет жолығып жүрейік. Ол тек телефонда емес. Ата-анамызды сыйлап, бауырларымызды құрметтеп жүрейік, ағайындар. Сау саламатты болыңыздар.